interact with peers to make hypotheses and evaluate alternative proposals, and navigate thought, modify language through paraphrase and correction, and thought in a wide range of familiar, some unfamiliar, general curricular topics. Okay, and lesson objectives are present findings based on independent research, identify and present comparing and contrasting ideas in cause, effect, and patterns. Okay, so today's language in use. Yani осы біздің үшінші модуліміздің аяғы иә, соғанда келіп қалдық. So first here we can see in the first exercise phrasal verbs, yes? Phrasal жетістіктер. What do you know about phrasal verbs? Girls? Do you know what are phrasal verbs? Phrasal жетістіктерді білеміз бе? Okay, so actually, what are phrasal verbs? Phrasal verbs are combinations of a verb, particle, preposition, or adverb that create new meaning, different from the original verb. Ekrан көріп тұр ма сіздерге? Көріп тұр, иә? Яғни фразал етістіктер дегеніміз ол етістіктен және тағы да неден тұрады? Предлогтардан және adverb түстеуден тұрады. And here we can see the structure, verb plus preposition, for example, look after. Look деген бізде қандай аударманы білдіреді мысалға? Look сөзі, етістігі. Қарау, иә, бір жерге қарау. And біз after preposition, яғни предлогын қосқанда look after сөзі шығады. Бұл бізде қарау деген мағынада, бірақ қалай қарау? Біреуді не істеу? Қарау, күтім жасау деген мағынада бұл. And the verb plus adverb, for example, give up. Give up деген бізде қандай мағынада? Give ол тек бөлек алғанда етістігін give етсін, ол бізде беру деген. Ал up үстеуін қосқанда, яғни adverb up, оны біз қосқанда give up, яғни тастау, тоқтату деген мағынаны білдіреді екен. And the last one, verb plus adverb and preposition, яғни екеуінде де қосып бізде фразал етістіктер шығады. For example, put up with. And the key feature, the meaning is often idiomatic, meaning they cannot translate the words separately to understand the full meaning. Яғни, бұлар көбіне идиома сияқты мағынада болады. Мысалға, идиома деген не екенін білеміз ғой, иә? Мысалға, meaning you cannot translate the words separately. Яғни, мысалға, look after дегенде біз бөлек аудармаймыз. Мысалға, after кейін, look қарау деген сияқты. Вот олай аудармайды, біз оны толықтай аударғанда оның мағынасы не істейді, өзгереді. Сөзбе сөз емес, оның кәдімгі мағынасы өзгереді. And also, okay, here we can see the phrasal verbs, new words. Не бізде бірінші тапсырмада берілген, иә? Out, ол бізде не нәрсе? Out. Find out, point out, fill out, pass out, work out, and fall out. Енді бізде қараңыздар, мына жерде жаңа сөздер. Fall out ренжісу, араздасу, немесе басқа мысалда бір түсіп қалу тістің, немесе шаштың деген сияқты. Work out, жаттығу жасау, pass out, талып қалу, есінен тану, fill out, толтыру, point out, көрсету, атап өту, and find out, білу, анықтау. Бізде find out деген көбінесе кітаптарда болады, иә? Вот сол сияқты тақырып сөздер. Енді осы жаңа сөздерді дәптерге жазып алайық, иә? Осы жаңа фразалы етістіктерді. Жазып алыңыздар, сосын тапсырманы орындайтын боламыз.
Okay, girls, let's start. First, who wants to read? Who wants to answer for the first sentence? Біріншісі. Шет мектебі. Жауап бере аламыз ба? Жауап бар ма? Біріншісіне. You must form before you can donate blood. Complete деген бізде қандай сөз? Не бізде бірінші тапсырмада мына жерлер complete the sentences. Болады. Я ол бізде толтыру деген мағынаны білдіреді, иә. Енді бұл жерге біз қайсысын қоямыз сонда? You must Fill out a form before you can donate blood. Okay, yes. Here we complete the fill out, yeah? Fill out бізде яғни сен не істемес бұрын дейді. Қан тапсырмас бұрын, қан тапсыру алдында құжатты не істеу керек? Толтыруым керек дейді, иә? Okay, good. And the second? Екіншісі? Who inspired me to find out more about the human brain? Yes, good. That's true. Үйрену. Дұрыс айтасың. Learn деген үйрену, бұл бізде осының синонимі болып тұр, иә, фразалық есеппен. Не дейді? Бұл мақала, не дейді? Мені адам миы туралы білуге не істеді? Үйретті, немесе соны білуге үйретті деп тұр, иә, былайша айтқанда. Окей, third, үшіншісі. Argued деген ол бізде қазір осымен сәйкестендіріп көрейік. Үшіншісін кім оқысы келеді? Бізде ол the two scientists fell out over a disagreement in the lab. Fell out pot. Yes. Fell out. Дауласу. Екі ғалымның зертханалық келіспеушілігі. Келіспеушілік деп тұр, иә? Okay, good. Fourth one. Төртіншісі. The doctors can't work out why she's experiencing so many hitches. Бұл жерге біз work out қойдық, иә? Yeah. Дәрігерлер, яғни workout деген только бізде жаттығу жасау ғана емес, сонымен қатар шешімін табу, бірдеңені қайттан білу деген сияқты мағынаны білдіреді. Окей, сонда бұл жерде не деп тұр? Докторлар, яғни дәрігерлер, оның басы неге көп ауыратынын шешімін естемеді. Таба алмай жатыр, шеше алмай жатыр деген мағынада, иә? Окей, and the fifth one, бесінші. I'm thinking you for a camp because you keep passing out, but you won't go in this fight. Окей, қайсын ғой? Passing out. Yes, passing out, yes. Бұл жерде танып қалды деп тұр, иә? Талып қалды. Yeah. Okay, and the sixth, last one. I was grateful to Norlan for pointing out the inconsistencies in my research. Okay. Не деп тұр бұл сөйлемде?
мен Нұрланға не дейді? Менің осы зерттеп жұмысымдағы Проектіге аударғаны үшін риза болдым. Аударды деген мағынаны білдіреді. көрсетіп бергені, атап бергені үшін мен ризамын деп тұр, иә? Okay, good. Good girls. And next is look at exercise number 3. Here, tell about the collocations. Collocations deganimiz ne? Do you know what are collocations? Collocations ne ekeni bilamiz mi? Okay, I want to explain the collocations rules. Collocations are natural word combinations. Some words naturally go together in English, and using them makes your speech sound fluent. Yani сендер осы collocation'дарды үнемі ағылшын тілінде спикингда қолдансаңдар, сендер как native speakers, свободно сөйлей алатын адам сияқты болып көрінесіңдер. For example, make a mistake, not do a mistake. Яғни қателік жасады дегенде бізде do қолданбаймыз, тек make қана қолданамыз. Ол бізде только сол make a mistake, яғни make ол бізде только mistake пен жүреді деген сияқты. Do ол бізде жасау деген мағынада, make, do оның барлығы жасау деген мағынада, бірақ ол кейбір сөздермен сәйкеспейді. And second one, collocations cannot be formed by direct translation. You cannot translate word by word from another language. Yani сендер оны сөзбе сөз аудармайсыңдар. Yani оның өзінің мағынасы болады, иә? You must them as fixed combinations. For example, heavy rain, not strong rain. Yani біз қатты жаңбыр андай айтсам болады, қатаң жаңбыр деген сияқты айтпаймыз, иә, мысалы. Вот. And the collocations improve accuracy and naturalness. Using correct collocation helps you sound more like a native speaker. Жаңа айтқандай, кәдімгі native speaker деген бізде ағылшынның өзінің кәдімгі сол сөйлейтін адамдарды айтамыз. Мысалға біз қазақ тілінің native speakerіміз деген сияқты, иә. Вот Америкада және тағы да басқа елдерде ағылшын тілін сондай адамдар болады, иә, native speakers. Енді былайша айтқанда, collocations деген ол бізде сөз тіркестері қазақша айтқанда. Ол оны жаңа айтқандай сөзбе сөз, word by word аудармаймыз, иә. Келесі бізде кітапта тұр, иә. Бірақ біз қазір мына тапсырманы орындаймыз. Collocations select the correct option to complete each sentence. Мына жерде бізге collocation, яғни сөз тіркестеріне байланысты тапсырма берілген. Осыны қазір бір 5 минутта, 4-5 минутта орындайық, иә, сосын тексеретін боламыз. Окей? Жақсы. Сіздерге көріп тұр ма, жақындатайын ба, әлде нормально ма? Нормально. Все, окей. Мамне ғой, аман қомайсына келешек мектеп. Не дейсіз? Мадина келді. Жаңа жоқ болмау. Все, хорошо, жақсы.
Оған біз болдық. Okay, are you ready? Yeah. Біз де аяқтадық. Шет мектебі оқи қойыңыздар. She decided to take a shower after her workout. Okay, take a shower. Ол бізде қандай мағынада? Душқа түсу деген мағынада, иә? Окей. Дария мектебі. I need to make a phone call before we leave. Окей. Хабарласуымыз керек деген мағынада, иә? Жақсы. Шет мектебі. Мен телефон шалуым керек деген сияқты ғой. Next. Біз оқи берейік па? Иә, шет мектебі. Келесі по очереди. The chef will make the food for tonight's party. Тамақ жасады деп тұр, иә? Жақсы. Next. He made a lot of progress in his project last week. Okay, yes, good. And next one. They are planning to start a new business in the city. Okay. Дария мектебі. She always gives her best to help others. Қайсың қойдық? Does болады, иә? She always does her best to help others. Okay. Мағынасы, мысалы, ол әрқашан басқаларға көмектесу үшін бар күшін салады дейді. Yes. Don't forget to make an effort to finish the assignment. Okay, excellent. Good job, girls. Өте жақсы. Енді келесі бізде reading task. Бізде кітапта текст берілген, consistent in action. Read and choose the correct option. Бірінші оқып, сосын дұрыс несін таңдаймыз мына жерде. Қайсы дұрыс емес, иә? For example, researchers at Nazarbayev University have found evidence that bacteria in... Қайсыны қолданамыз? Қолданамыз ба, әлде қолданбаймыз ба? Қолданамыз. Yes, the human intestine. Одан кейін екіншісі. May. May, жақсы. Be associated to or with. With болады. Yes, be associated with Alzheimer disease. Назарбаев университетінде не істеген ғалымдар? Зерттеушілер. Бактерияны зерттеген. Discover it, yes? Okay, their study of the intestinal microbiome has changed the way scientists think About the condition. Жақсы. What's more, this newly... Олар микробының микробиомасы туралы зерттеген. Yeah. Сосын олар ғалымдардың әртүрлі көзқарасын өзгерткен, соны зерттеу арқылы.
Okay. And бесте қайсысын қолданамыз? What's more this or first? Every. Newly. Every. Okay. Uncovered range may soon lead the huge breakthroughs in or at. Қайсысын қолданамыз? Қай preposition қолданамыз? In қолданамыз. Yes. In the treatment of Was yes, both бізде екеуі де деген сөз, иә? Alzheimer, disease and other long term or yes, term. Long term, яғни ұзақ уақыт деген, иә? Brain conditions. Жаңағы миға байланысты айтып жатыр, иә? Okay. And the next second text is Relive, an innovative startup project from Nazarbayev University. Енді Relive деген инновационный стартап екен, иә? Назарбаев университетінің шығарған стартабы. It what? Includes or involves? involves Yes, involves the use of brain-computer interface, NE or BSI. Яғни бізде қысқартылған сөзі, иә? Brain-computer interface. Енді біліп жүресіңдер. Келесі. Technology to help people with physical disabilities. Okay. And the project is centered around the use of artificial exoskeleton, which can be controlled through special equipment and software that can interpret brain science or science? Angles. Yeah, signal, yeah. Жақсы. And the technology mobility will help people with improved mobility. Yes, mobility, mobility, yeah, to be more active and improve their muscles over time, яғни оны жақсарту деген мағынасында. Окей, бұл стартап не туралы екен, бұл проекті? Андай шектеулі мүмкіндігі бар адамдарға көмек. Иә, сондай бұл проекті, иә? Жаңағы brain computer interface деген сияқты технологияларды пайдалану арнайы жабдықпен, бағдарламалармен қамтамасыз етеді. Окей, жақсы. жасанды изгоскелетті қолдануға негізделген. Ол арнайы жабдықпен бағдарламалық жасақтама арқылы басқарылады. Өте жақсы. Ол андай уақыт өте келе адамның бұзылған мысалы мүшелерін белсендірек және күшейтуге көмектеседі. Мысалы бұлшықеттерді. Андай қозғалысы шектеулі адамдарға белсенді болуға көмектеседі. Okay, good girls. And the next task will be questions about the text. Мына жерде бізде 6 сұрақ берілген. Бастапқы 3 сұрағы шет мектебі, ал соңғы 4-5-6 сұрақ Дария мектебі. Сіздер жауап берсеңдер, иә? Қазір осыны жазбаша орындайық, сосын өзім сұрайым, сіздер жауап бересіздер, жақсы ма? Жақсы. Бұның барлығы бізде текстке байланысты сұрақтар. Бізде 10 минут, жоқ 8 минут уақыт қалыпты. Осының бір 5 минутында жауап берсеңдер, сосын ары қарай мұғалімдердің өзі жалғастыратын болады.
Мұғалімдерге мектеп жауап берсе бола ма? Muallim bize oldu. Жақсы жауап бере беріңіздер. Окей. What is real life? Бірінші Дарья мектеп жауап бере ме, әлде шет мектеп ме? Бір жауап Birinci береді. sıra şitmekçi. Жақсы, бірінші сұрақ. What did researchers at Nazarbayev University discover? They discovered evidence that bacteria in the human intestine may be associated with Alzheimer's disease. Okay. Next, what are the bacteria that may be connected to Alzheimer's disease found? They are found in the human intestine. Okay. And what has changed the way scientists think about the condition? Their study of the intestinal microbiome has changed the way scientists think about Alzheimer's disease. Okay. And the fourth question, Darya Mitreva, what is real life? Real Life is an innovative startup project from Nazarbayev University, designed to help people with physical disabilities. Okay. And which technology does the Real Life project use? The project uses manufactured interface technology. Okay. And what device is central to the Real Life project? The control device is an artificial excitation controlled by brain signal. Okay, girls, excellent, great, so good job. And our lesson is over. Біздің сабағымыз аяқталды бүгінге. Сондықтан, the lesson was interesting, the lesson was boring, and the lesson was exciting. Okay, heard, I like to. Айтамыз ба? The lesson interesting. The lesson was interesting. Okay, thank you. Thank you very much. And goodbye. See you later. Goodbye. Goodbye, teacher. Sağ olun.